арықтау өтірік бәрі. Біздің қазақтың келіншектері көзі жетіп, көзімен көріп тұр да, арықтаған адам мен арықтағанымды көріп тұрсыңдар ғой. Мен таңғалатыным да, адам мына жарнама жасап жатқан кезде мен не жарнамалар жасап жатырмын деп қарау керек қой деймін да. Өздері ілмейіп қалған арық блогерлер арықтау туралы реклама самай-ақ қойса болады ғой, мысалы да. Өздері ілмейін деп жүретін адамдарға арықтаудың қажеті жоқ та, содан кейін ақшасын төлеген кейін жасай береді. Ертең соны ішіп денсаулығыңызды құртсаңыз кімнен көресіз? Сөйтсе де, жоқ мен арықтамай қалсам ше, маған көмектеспей қалса ше, өйтсе ше, бүйтсе ше деген бір негативті ойды миларыңызға жинап аласыздар да отырасыздар сосын. Ал орыстың келіншектерін көрсеңіздер, давай я попробую деп жалмаңдап алып осы тазоны ішіп жатыр. Және мен естуім бойынша бұл бесақ мұшылып қалған. Білесіздер, иә, қазіргі таңда тазоға деген сұраныс өте көп. Сұраныс көбейген сайын ертең бағасы да қымбаттайды. Пока что бағасы қымбаттамай тұрып, Айжаннан заказ беріп үлгеріңіздер. Төменде сілтемесін қалдырып кетемін. Сол жақтан заказ берсеңіздер болады, болмаса Айжанның парақшасын кіріп көріңіздер. Битті ғой соларынша өздері, бірақ халыққа іш деп ақшасы төленген екен айтады да. Как-то 200-лік емес па бұл? Әңгіменің ашығы. Ренжіген адам ренжісін, қолынан келген адам шапанын шешіп алсын, шындық осы.